Бізде саудада ойбай үстінен мынандай қосуға болмайды, онша қосқан күнә болады деп жаңағы енді шамалап патуаны беріп жатамыз ғой біз. Негізінде дұрысы былай. Мысалы, бір затты 10 теңгеге аласыз ғой, қаласаң 1000 теңгеге сат. Өзің шаруаң. Қаласаң 10 000 теңгеге сат. Бәрі ондайға өтпейді да ғой енді. 10 теңгеге алған нәрсе. Бұлай түсіндіріп көрейікші. Базарда қант бар. 200 теңге тұрады. Сіз барыңызда қантыңыз 400 теңгеден сата беріңіз. Түсінікті ғой, ол бәрі өтпейді ғой, ол күнә емес, ол шариғатта. Ол емес күнә. Күнә мынау болады. Мысалы үшін базарда 200 теңгеден қант тұр, сіз барасыз да бәрінікін сатып аласыз. 200 теңгеден. Сөйтіп, ешкім жоқ кезде, ешкімде жоқ болады ғой енді. Ешкімде жоқ кезде пайдаланып 300 теңге, 400 теңге көтересіз да. Түсіндіре алдым ба? Бәрінде бар затты көтерсеңіз көтере беріңіз, бірақ бәріндегін алып көтересіз ғой. Ешкімде жоқ, былайша айтқан кезде халықта таңдау жоқ, амал жоқ, сенен алатын жағдай болады. Онда да ол қандай заттар? Күнделікті күнкөріске қажет. Ұн, май, сүт, нан, қант, құмшекер, мысалы үшін да. Сияқты халыққа күнделікті мынау қажет заттар бар ғой, сондай заттарды. Ешкімде жоқ кезде, былайша айтқан кезде, ешкімде жоқ кезде пайдаланып, бағаны нарықтан биік қылып көтеру бар ғой, осы күнә. Айтпесем қараңыз, сіз қант базарда 200 теңге тұрады. Біреу сізге келді 50 теңгеден берді. Сізге енді 100 теңгеден сату міндет емес, қаласаңыз 200-ден сатыңыз, қанша қойсаңыз да. 250-ден сатсаңыз да болады, бәрі ол өтпейді, түсінікті ме? Мысалы үшін бір адамдар былай айтады. Сонда не, бидайды қысқа сақтап сатуға болмай ма не деп сұрайды. Болады, бірақ мына ауылда бидай бар. Мысалы 50 теңгеден келасыз. Сіз көктемде 30 теңге болып жатыр ма? Қысқа дейін сақтай беріңіз. Сөйтіп қыста сол елдің нарқымен 50 теңгеден сатыңыз. Ол күнә емес, күнәсі мынау болады. Ауылдағы 30 теңгеден барлық бидайды сатып алып, қыстың күні адамдар жоқшылықта қиналған кезде бар ғой, 150 теңгеден сатам, қаласаң ал, қаламасаң қой деп. Былайша айтқан кезде анау безвыходное положение бар адамдарда, амал жоқ, алу керек. Осы. Қай бір уақытта мына бір елде, шынымен айтайын, бұл өте надандық тірлік бұл. Жаңа қар басып, сол бір ауылда, бір ауылда көліктер қап кеткенде, сол кезде вулкананды 1000 теңгеден сатқанда, міне осы ол күнә. Өзі өлейін деп қиналып жатқан адамдар, вулкананды 1000 теңгеден, біреулері бар, 200 теңгеміз қалды, 400 теңгеміз қалды, бір нан берсіз, жоқ бере алмаймын мен. 1000 теңге деп тұрып ал. Бұлар надандар бұлар. Содан береке тауып байып кеткен ешкім жоқ та. Мені осыны айтады. Ана жоқшылық жоқ кезде, ешкімде жоқ кезде, не болмаса ана бір жаққа бара алмайды. Сенен басқа вариант болып тұрған жоқ. Осы кезде пайдаланып қосасың ғой. Міне негізгі күнә осы. Дұрыс түсіндіре алдым ба?